Қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі кішкентай самсалар дайындайтын боламыз. Өте дәмі ерекше. Осындай шпажкаге сәнделіп дайындаймыз. Ол үшін бізге еленген ұнымызбен осындай сары майымызды ұнға араластырып алып, теркадан өткізіп, екеуін ұн мен майды крошка жасаймыз араластырып. Бұл бізде песочный тесто болып шығады. Мінекей, ұн мен майымызды жақсылап араластырып алдық. Енді басқа ыдысымызға өлшеніп алынған қаймағымызды және де 2 жұмыртқамызды қосамыз. Одан кейін суымызды қосамыз және де шым-шым тұзымызды қосамыз. Барлығының өлшемі астына описаниеде жазып өтетін боламын. Енді осыны ұнымызға қосып, араластырып, қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Ерекше тағамдармен сіздерді қуантуға дайынмын. Міне, қамырымызды елеп алдық. Енді осыны салафанға салып, холодильникке 5-10 минутқа салып тындырып алсаңыздар болады. Және де холодильниктен алып, осындай қамырымызды мен 15 граммнан бөліп алдым. 15 граммнан бәрін өлшеп бөліп алып, домалақтап, басқа салафанымызға жинақтай береміз. Қамырларымыздың бәрін солай жасап аламыз да. Сәл үлкендеу қылам дейтін болсаңыздар, 20 граммнан алып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Енді фаршты да тұз бұрышын, пиязын қосып, осылай бәрін араластырып алғаннан кейін фаршымызды да мен 15 граммнан 15-16 граммнан алып, бөліп, осылай домалақтап дайындап қойдым. Бәрін алдын ала шетінен қасықпен отырып та сала берсеңіздер болады. Мінекей, холодильникке сәл уақытқа салып алғаннан кейін осы қамырымызды алып, ұнға кішкене ұн қосып жіберіп, кішкене қамырымызды өстіп жаямыз. Міне осындай кішкентай болды. Міне, дайын тұрған фаршымызды ортасына салып, гүл тәрізді осылай шет-шетін жинақтап, домалақ етіп түйеміз. Мінекей, шет-шетін өстіп, домалақта жібересіздер. Табамызға салып, осылай келесін жайып сала береміз. Мінекей, қамырымыздың өлшемі, үлкендігі осы астына төселіп тұрған ковриктің тура ортасындағы домалағымен бірдей кішкентай, сәл одан да үлкейтіп жасай берсеңіздер болады. Бірақ дастарханға қойғанға осындай кішкентай, әдемі, сүйкімді көрінеді. Самсаларыңыз ерекше, қамыры да ерекше, песочный тесто болады. Мінекей, жақсылап бәрін қайталап көрсетіп жатырмын. Түйу жолын. Барлығын дайындап алғаннан кейін мен жұмыртқаның ағы мен сарысын араластыра саламын. Көп жағдайда солай барлығын бетіне жағып шығып, жартысына ақ күнжіт септім, жартысына қара күнжіт септім. Сіздерде мак себе берсеңіздер де болады. Үйде бар заттармен
осылай сеуіп шығып, қызып тұрған 180 градустағы духовкада 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Міне самсаларымыз пісіп шықты. Енді осыны мынандай мен 30 сантиметрлік шпажка алдым. Негізі 20 сантиметрліктің өзі жетеді екен. Мінекей осы бір ақ қара етіп кезекпен кезек бетіндегі кунжуттарына осылай әдемілеп тарелкамызға салып шықтық. Қасына блины, чебуреки пісіріліп тұрған мясной ассорти осындай пісіретіндеріңіздің қасына әдемілеп сәндеп қоюға болады. Барлықтарыңызда жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше. Ас болсын.